Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз 30 минутта дайындалатын өте дәмді самсан рецептімен бөлісем. Сіздермен бірге мен Нұрдана. Ең бірінші біз өзіміздің ыдысымызға жылы су, одан кейін барып бір дана жұмыртқа, тұз, майонез салып аламыз да барлығын жақсылап шанышқының көмегімен немесе қасықтың да көмегімен араластыруға болады. Сіздерге қалай ыңғайлы солай араластырасыздар. Одан кейін араластырып болғаннан кейін ұн салып жұмсақ қамыр илейміз. Міндетті түрде жұмсақ қамыр болу керек. Одан кейін барып пиязды, одан кейін фаршты, тұз, бұрыш салып қолменен жақсылап араластырамыз. Одан кейін біз өзімізге керекті етіп түйіп аламыз. Яғни қамырымызға фаршты салып кез келген пішінде етіп түйсеңіздер болады, және де бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Және де 220 градуста 30-35 минут пісіріп алсаңыздар болады. Майларыңыз міндетті, яғни қамырларыңыз міндетті түрде майланған болу керек. Мінекей достар, бізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.